Бүгін сіздермен декоративті айна дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай ағаш таяқшалар қажет болады. Айна, ағаш моншақтар, қалауыңызша краска және қайшы немесе кесетін құрал, ыстық клей және осындай 2 картон қажет болады. Алдымен картонға айнаның пішінін кесіп дайындап аламыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей картонымызды осылай теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Содан кейін ағаш таяқшаларымызды белгілейміз. Мендегі ең ұзыны 30 см болды. Соларды кесіп дайындап аламыз. Одан кейін кескен жерлерімізді тегістеп аламыз. Келесі қысқа таяқшаларым 18 см-ден алдым. Келесі белгіленген картонға ұзын таяқшаларды жабыстырып шығамыз. Одан кейін сол таяқшалардың әрқайсысының ортасына қысқа таяқшаларды жабыстырамыз. Содан кейін картонымызды жақсылап жабыстырып, үстіне айнаны жабыстырамыз. Айнаның айналасын жут жігімен орап шықтым. Содан кейін ағаш моншақтарды таяқшалардың ұшына жабыстырамыз. Қалауыңызша өзіңіз қалаған түске бояп шықсаңыз болады. Міне осындай қарапайым айнадан керемет әрі стильді декоративті айнаны өз қолыңызбен жасауға болады. Төменге пікіріңізді қалдырып, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.